егін егетін жандарға огородқа сұйық түрі бар, талдарға, бауларға да капельныймен беретін болсаңыздар тоже болады. Одан бөлек жеміс ағаштарына мынандай қою түрі бар. Осы қою түрі жалпы бір талға 1 литр кетеді. Мұнда 20 литр канистрада 1 литрін 20-30 литр суға араластырып, езіп, бір талдың түбіне құясыздар. Қазіргі кезде, көктемгі кезде, ертең талдар толық жапырақ шығарған кезде сұйық түрі бар, 5 литрі 200 литр суға араластырылады. Жалпы бір аппаратқа 20 литрлікке жарты литр қосып, талдың үстінен бүркіп беріледі. Қазіргі кезде егіннен алдын егерде шұқырыңызға жай су құймай, осы сумен питательный су құйып, соның үстіне егініңізді ексеңізді тоже керемет болады. Ағайындар, кімге керек хабарласамыз. Жалпы қазір заказымыз бар. Таразға, Қызылордаға, Алматыға кететін. Тағы да шығарып дайын болады. 20 литрлікте, 10 литрлікте, 25 литрлікте. Ағайындар, кімге керек хабарласамыз.